Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше десерт, сонымен қатар оңай жасалатын сметаник дайындайтын боламыз. Менімен бірге қайталап жасаңыздар, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Әдеттегідей қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қоспалар бөлме температурасында болуы қажет. Енді осының үстіне қаймақ саламыз. Менде қаймақтың майлылығы 20%. Қаймақта бөлме температурасында болғаны дұрыс. Салманы қоюландыру үшін арнайы осы қаймаққа арналған загустительді, яғни қоюландырғышты қолданамыз. Енді осының барлығын біркелкі массаға келгенше миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. 5-6 минуттай араластырамыз. Осы уақытта біздің қаймақ кішкене қоюлана түседі. Салмасы тағы да қоюлана түсу үшін бөлек қойып қамырын дайындаймыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа ұн саламыз. Үстіне жылы сары майды саламыз. Және де осының үстіне қант пен қопсытқышты саламыз. Енді қолдың көмегімен қамырды илейміз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Оқтаудың көмегімен көп мөлшерде ұн сеуіп, қамырды жаямыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан жабыспас үшін ұнды көбірек себуіміз қажет. Дәл видеода көрсетілгендей қамырмен осындай форма жасаймыз. Үстіне дайын болған салманы құямыз. градуста қызып тұрған пеште 45-50 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін жарты сағатқа бөлме температурасында формадан алмай суытуға қоямыз. Жарты сағаттан кейін 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін пирог дайын, керемет дәмге тамсанып жей берсеңіздер болады. Пирог өте дәмді болып шықты. Ылғалдылығы да, тәттілігі де, жұмсақтығы да барлығы нормаға сай болып шықты. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеоларды салатын боламын. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.